талқылауын бірге талқылаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Сол себептен біз сіздерден қолдау күтеміз. Ал ендеше сұрақтар легіне өтсек. Митоз фазасына тән дұрыс сәйкестікті табыңыздар. Бұл жерде бізде Б метафаза. Хромосомалар экватор жазықтығына қарай қозғалады. Экватор жазықтығына жиналған хромосомалар ахроматин жіпшелеріне жабысады. Келесі сұраққа өтсек, көбею әдістермен жануарларды өзара сәйкестендіріңіз. Көбеюдің бізде 5 әдісіменен және 5 жануардың түрі берілген екен. Бұл жерде біріншісі, яғни амитозда бізде амеба болады, екіншісінде бүршіктенуде бізде ашытқы санарлықтар болады, үшіншісінде партеногенезде бізде балара болады, төртіншісінде жыныстың ауысуында бізде семсер балық болады, және де бесіншісінде жынысты және жыныссыз көбею типтерінің кезектесуі бізде тікенектілерде болады. Келесі үшінші сұрақ, мүктер мен қырық жапырақтылардың көбею типтерін салыстырыңыз. Бұл жерде қарастырып өтсек, ең біріншісі мүктерде жынысты жыныссыз белгілер көбею типі және де қырық жапырақтыларда жынысты жыныссыз өсімді. Енді ырықтану жүретін орта мүктерде сулы ортада, ал қырық жапырақтыларда өсімді ортада. Жыныссыз көбеюі мүктерде спор арқылы, ал қырық жапырақтыларда да спор арқылы. Белгілері даму циклі бізде мүктерде гематофит, спорофит, ал қырық жапырақтыларда спорофит, гематофит, одан кейін спорофит. Келесі сұрақ, төртінші сұрақ. Гүлді өсімдіктердің қосарлы ұрықтану процесін бейнеленген. Енді гүлді өсімдіктердің қосарлы ұрықтану кезінде Ж әрпімен белгіленетін суреттегі 5-ші процесті сипаттаңыз. Бұл жерде бір N жасушасының ұрықтануына екінші N ұрық түзіледі. Қарағайдың тозаңданып, ұрықтану және де көбейіп таралуын қарап, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Спорофиттердегі хромосома жиынтығы қандай? Спорофиттерде спорофит 2N, ал гематофиттердегі хромосома жиынтығы 1N. Бұл жерде бізде эмбрионалды даму кезеңі берілген екен. Осының ішінен нейрула сатысын тауып, ұрық жапырақшаларын түзілетін мүшелерін жазуымыз керек. Бұл жерде бізде нейрулада эктодерма, сезім мүшелері, тері жабыны, жүйке жүйесі және мезодерма, бұлшық ет, қан, жүрек, энтодерма, өкпе, асқұрту жүйелері. Алтыншы сұрағымыз, бидай масағындағы масақшалар санының өзгеріштігін анықтау үшін алынған 100 масақтың есептеу нәтижесі мынандай дейді. Енді бидай масақшаларын кездесуі жиілігін арифметикалық орта шамасымен табыңыз. Орта шамамен 15-43 адамның қатысуымен болады, және де жаңа іріктемелер мен қол тұқымдар алынады. Ал мақсатсыз және де әдістемелік түрлерге бөлінеді. Мәдени өсімдіктердің іріктемелері мен үй жануарларының қолтұқымдарына берілген сипаттаманың дұрыстығын анықтаңыз.
Енді бұл жерде бізде цицин тритколене алды, ол бізде дұрыс. Одан кейін Карпиченко ол қара бидай мен бидайды будандастырып, мәдени өсімдіктің жаңа түрін алды, ол бізде дұрыс емес. Еділбай қойы ет, май бағытындағы қой, бұл бізде дұрыс. Қазақтың Ақбас сиырын пактың басшылығымен шығарды, бұл дұрыс емес. Алатау сиырын Мусин және де Ғали Ақбеков шығарды, бұл дұрыс емес. Жаздық бидайдың Саратов 29 сортын Шырихин мен Маманов шығарды, бұл бізде дұрыс информация. Суреттердегі сулы орта және құрлық экожүйесін салыстырып, кестені толтырыңыз. Бұл жерде бізде сулы ортада балдырлар, құрлықта төменгі орта және жоғары ярысты өсімдіктер, сулы ортада омыртқасыз және омыртқалы жануарлар, ал құрлықта омыртқалы жануарлар және шіріту бактериялары, және құрлықта да бізде шіріту бактериялар төменгі жағында. Келесі бізде 9-шы сұрақ. Популяцияның құрылымын қандай белгілеріне байланысты анықтайды? Бұл жерде популяция құрылымы бір жағынан түрдің биологиялық қасиетіне негізделіп, екінші жағынан ортаның абиотикалық факторлар мен басқа түрлердің популяциялар әсерінен қалыптаса құралады. Енді бейімделгіштіктің үнемі салыстырмалы болу себептеріне екі дәлел, бұл бізде кез келген екі мысал қабылданады. Мысалы, ақ аюдың тұмсығын қара түсті, ал және тасбақалардың бізде сауыты бар. 11-ші сұраққа келсек, тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлерін сипаттаңыз. Тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлері, мысалға, мутуализм деп ең бірінші берілген екен, ол мен шаян мен актиния. Комменсализм ол арыстан мен қорқау. Пәтерлестік біз құстар мен бунақденелерде. Жыртқыштық қасқыр мен қоянда. Паразитизм ол бізде гельминттерде. Енді 12-ші сұраққа өтсек, жануарлардың төмендегі температурадан қорғану жолдарын түрлеріне бір дәлел келтіріңіз. Ылғал тапшылығына өсімдіктердің бейімделу жолдарын анықтаңыз. Бұл жерде бізде бір дәлел ол түктердің болуы, майлы қабаттың болуы. Енді каланхойе қалыңдықпен қапталуы, ең бірінші көрініп тұрғандарыңызда, ал кактус шырынды сабақ, және де алоэ де бізде шырынды сабақ. Ақбөкенді қорғауға алудың себептерін талдаңыз. Адам іс-әрекетінің салдары және де қоректің жетімсіздігі. Ақырзаман қоймасының маңыздылығын түсіндіріңіз. 14-ші сұрақ. Бұл жерде ақырзаман қоймасындағы тұқымдар тек өте қажет болған жағдайда алынады. Қоршаған ортаның радиациялық және өнеркәсіптік ластануының себебін жазыңыз. Бұл жерде бізде өнеркәсіптің қарқынды дамуы. Достар, осымен бізден 8-ші сыныпқа арналған биология пәнінен 90 бойынша жиынтық бағалауымыз 4-ші тоқсан